Бала ашуланса, оны тоқтатпаңыз, оған ашуын дұрыс шығару жолын үйретіңіз. Көп ата-ана баланың ашуын тек басқысы келеді, бірақ оны қайда жіберуді үйретпейді. Алдымен жүрек басып арнаға тіркеліңіз. Ашуын дұрыс шығармаған бала айқайлайды, жылайды, немесе тұйықталып қалады. Сол үшін балаға сен ашулануға болады, бірақ сол ашуыңды ешкімге зиян келтірмей шығаруды үйренуің керек деп жетектегеніміз жөн. Әрі балаға ашу шығаратын, мысалы, жастық тұру, қағаз жырту, жүгіру, немесе арнайы тынышталатын орынға бару сынды әдіс амалдарды үйретуіміз керек. Осыдан кейін бала ашудың қалыпты сезім екенін, оны дұрыс жолмен тізгіндеуге болатындығын терең сезінеді. Сондықтан бала ашуланғанда тоқтатпаңыз, ұрыспаңыз, бағыт бағдар беріңіз. Егер бұл кескін пайдалы болса, сақтап алыңыз, әрі басқалармен бөлісіңіз.